Баршаңызға қайырлы күн қыздар. Бүгін сіздермен осындай өте қарапайым, екі ғана заттан тұратын витаминдерге толы салат дайындайтын боламыз. Әрине бұл салатты білетін жандар өте көп, бірақ сонда да сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Ең алдымен қызылшаны пісіріп алып, осылай қабығын ашып, кубиктап турап алатын боламыз. Енді алмаларымызды алып, төртбұрыштап барлығын жақсылап турап алатын боламыз. Туралған заттарымызды осындай үлкендеу ыдысқа салып, үстінен зәйтүн майын құйып, дәміне қарап кішкене тұз қоссаңыз болады, және өзіңіздің қалауыңыз бойынша түрлі көкшөптерді қосып, жақсылап араластырамыз. Мен тек зәйтүн майы мен тұзды қосуды жөн көрдім, себебі үйімдегі жандар көкшөпті қатты ұната бермейді. Міне біздің салатымыз дайын, өте оңай және тез дайын болады, және біздің ағзамызға өте пайдалы салаттардың бірі. Барлығыңыз жасап, осы витамин салатын күнделікті жеп отырыңыздар. Сонда сіздерде түрлі аурулардың алдын алатын боласыздар. Менің келесі видео рецепттерімде кездескенше аман сау болыңыздар. Комментария бөліміне қандай рецептерді күтесіздер, сонымен бөлісе отырыңыздар. Менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, қоңырауша белгісін басып, тіркеліп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған әдемі, аман сау болыңыздар. Келесі кездескенше.